Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу пәнінде сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі танысатын тақырыбымыз өзім туралы. Абай атаның сөзін жақсы тыңдаймын. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба. Ал қазіргі кезде сендермен ойын ойнағым келіп отыр. Кімде екенін білейік. Ойынның аты күн және найзағай. Күн дегенде жадыраймыз, бұл жақсы. Ал найзағай дегенде бір түсті боламыз, өніміз суық, жаман болып қаламыз. Қазір бізге бірнеше іс-әрекет беріледі. Сол әрекеттерді біз күн мен найзағайдың астына тізуіміз керек. Келістік пе балалар? Олай болса, тыңдаймыз. Сәлем беру, жаман сөз айту, көмек көрсету, мақтаншақтық, қоршаған ортаны ластау, үлкенге сіз деп сөйлеу, еңбектену, адамдармен айтысып, тартысу, ұрсысу. Ал тізіп шығамыз, уақыт кетті. Дайынсыңдар ма балалар? Тексеріп көрейік. Иә, балалар қарайықшы. Күннің тұсында және найзағайдың тұсында тұрған сөздерді бөлдік. Иә, күннің қасындағы тұрған сөздер бұл жақсы сөздер. Ал найзағайдың қасындағы тұрған сөздер бұл қандай екен? Жаман сөздер екен. Жақсы. Олай болатын болса, бүгінгі сабақта біз шығарманың мазмұнын әңгімелеуді үйренеміз. Шығарманың мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауап беруді үйренесіңдер. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Тілеуін өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым, ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсен нәфрәтлі, суытып көңіл тисаңыз. Жақсылық көрсен ғибратлі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сүнсеңіз. Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз. Балалар, ендігі кезекте қазақтың жазба әдебиетінің негізін салушы ақын Абай Құнанбайұлының өміріне, балалық шағына, шығармашылығына тоқталамыз. Балалар, Абай Құнанбаев туралы не білесіңдер? Абай Ибрахим Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы қайтыс болған. Қазақ халқының ұлы ақыны, сазгер, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, ойшыл. Оның әкесі Құнанбай өз заманында беделді әрі бай, Қарқаралы өзінің аға сұлтаны, қажы болған беделді адамның бірі. Абай алдымен ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Семейдегі Ахмет Риза медресесінде 3 жыл оқыған. Болашақ ақын өзімен бірге оқып жүрген балаларға қарағанда өте зейінді, ықыласпен беріліп оқып, үздік оқушы болған. Медреседе араб және парсы тілдерінде дін сабағы жүргізілді. Оқып жүрген кезінде ол өз бетімен шығыс елдерінің шығармаларын араб, иран, шағтай, ескі өзбек, орыс тілімен, әдебиетімен танысады. Ол алғыр, зерек болып өсті. Абай
13 жаста ел ісіне араласады. Әке қасында жүріп, би-болыстардың қулық-сұмдықтарын, ескі әдептерді, әлеуметтік теңсіздікті өз көзімен көреді. Патша үкіметінің отаршылдық саясатын, орыс әкімдерінің жергілікті би-болыстардың арамза әрекеттерін біліп, соларға қарсы күресуге бел байлады. Қазақ халқының ауыр өмірімен танысады. Абай әкесінің әділетсіздігімен, қаталдығымен келісе алмады. Оның халық арасынан шыққан адал адамдармен дос болуы, орыс мәдениетіне бой ұруы әкесі Құнанбайға ұнамады. Олардың арасында жиі тартыстар да болып тұрады. Абай 28 жасқа толғанда әкесімен бір жола ажырасады. Абай қазақ ертегілері мен аңыздарын, өлеңдері мен жырларын, мақал мәтелдері мен жұмбақтарды бала кезінен естіп, бойына сіңіріп өсті. Сол замандағы айтыстардың, шешендер мен билер дауының куәгері болды. Әншілер мен күйшілерді тыңдады, естіді. Халықтың ауыз әдебиеті жинақтары мен ауыз әдебиеті үлгілерін оқып танысты. Ол енді орыс тілін үйренуге ұмтылады. Ақын Михайловпен және Долгополовпен жүзбе-жүз дос болуы көп нәрсеге жаңаша қарауға түрткі болды. Абайдың бұл екі досының екеуі де ғалым адамдар еді. Абай олардан Толстойдың, Чернышевскийдің, Добролюбовтың шығармалары, өмірі жайлы көп мағлұмат алды. Орыс тілінде жарияланған орыс және Еуропа халықтарының әдебиетімен де жақсы танысты. Балалар, жаңағы оқылған өлеңнің 5 дұшпан мен 5 асыл істі есімізге түсірейік. Есімізге түсірдік па? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. 5 асыл іс: талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Осы 5 асыл істі ойымызға сіңіреміз. Ал 5 дұшпан: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Осы 5 дұшпаннан арылып жүруіміз қажет екен, балалар. Осыны есте сақтап қойыңыздар. Бізге таныс емес сөздер бар екен бұл өлеңде. Кәнекей, бекер мал шашпақ. Бекер мал шашпақ деген сөздің мағынасы босқа шығындану. Қанағат деген сөздің мағынасы барға риза болу. Рақым деген сөздің мағынасы кеңшілік, ризашылық. Балалар, келесі суреттерге назар аударайық. Талғат әрдайым үлкен адамдарға орын береді. Ал Темірхан болса, үнемі жан-жануарларды қорлайды. Балалар, осы екі суретте қандай іс-әрекет болып жатыр? Ажыратайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Бірінші суретте жақсы іс-әрекет айтылған. Екінші суретте жаман іс-әрекет айтылған. Тамаша, балалар. Сызбаға қараймыз. Өлеңнің авторы Абай атамыз туралы әңгімелеп көрейік, балалар. Ұлы Абай қай жерде туған екен? Дұрыс айтасыңдар, Семей өңірінде туылған екен. Ол кім? Дұрыс, ол ұлы ақын. Сонымен қатар ол аудармашы. Бойымыздағы Абай атамыз айтқандай қасиеттерді жазып кестені толтырайық. Менің бойымдағы жақсы қасиеттер, менің бойымдағы жаман қасиеттер. Тапсырма түсінікті болса, кіріселік. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы өздерін орындап шықтыңдар деген үміттемін. Балалар, бүгінгі сабақта сендер
жақсы және жаман әрекеттерді ажырата отырып шығарманың мазмұнын түсіндіңдер. Сұрақтарға жауап бере отырып өз ойларымен бөлістіңдер. Бүгінгі әдебиетті оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.